Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз өте дәмді әрі тез жасалатын ашытқысыз шелпек дайындайтын боламыз. Жасап көріңіздер, бір жасағаннан керемет шығады. Ең алдымен жылы сүтімізге жылы суымызды құйып, сары майымызды, тұз, қант салып, барлығын араластырамыз. Сүтте суымызда жылы болуы керек. Немесе сүттеріңіз салқын болса, қайнаған су құйып, жылытып біркелкі қылсаңыздар да болады. Сосын оны үлкен бір ыдысымызға сүтімізді құйып, еліктен өткізген ұнымызды салып, араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Жұмсақ дегенде қатты жұмсақ болмау керек, орташа болуы қажет. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін жауып 15-20 минутқа қамырымызды тындырып қоямыз. Қамырымыз 15-20 минут тындырып болғаннан кейін оны 7 бөлікке бөліп алып жаямыз. Қамырымыздың қалыңдығы қатты жұқа болмауы керек, қатты қалың да болмау қажет. 1-2-3 мм қылып жайып аламыз. Қамырымыздың қалыңдығы міне осындай болуы қажет, яғни жұқа да емес, қалың да емес. Майымызды қатты қыздырып алып, шелпегіміздің екі жағын 5 секундтан пісіріп аламыз. Шелпек дұрыс піспей қалады деп уайымдамаңыздар, арасы толықтай піседі. Пісіріп алғаннан кейін майын ұзақ тұрып сырғытып алуларыңыз қажет. Сонда майлы болмайды. Осымен шелпегіміз дайын. Көргендеріңізде шелпегіміздің жасалуы тез әрі оңай. Қонақ келгенде де тез істей салуларыңызға болады. Барлықтарыңызға ас болсын.